сайыс өте қызық болды. Мен ең артында отырып алып санап отырмын ғой, неше болғанын. Жалпы 18 болды. Мен санағым бойынша. 18 19-шыны ол қолына ұстап қалды дағыны, и кіргізбей қойды. То есть теппей қойды, бірақ 18-шіні кіргізді. То есть бірақ әділқазылар алқасының санауы бойынша 17 деп тапты. Почему-то 17, ну бірақ 18. Мен де қарап отырмын, сол жерде санап отырмын. Ең қатты шыңғырып санап отырғандардың бірімін деп айтсам болады. Енді бұл жерде қалай ойлайсыз? Сырт көзге қарап отырғанда бір допты дәлдемей жатқанға біреулер ұрысып жатыр, тура дәлдесеңізші деп жатыр, асықпа деп жатыр. Негізі қиын ба бұл ойын, оңай ма? Өзің сол жерде тұрып ойнаған кезде, тепкен кезде қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын қиын. Өйткені жаңағыдай футболистердің өзі ойын ойнаған кезде воротаға жаңағыдай допты тебу мысалға қиын болғандықтан, бұл бір спорттың түріне жатып жатыр да. Если оңай болатын болса, екінің бірі кіргізе беретін болса, значит ол спорттың түріне жаратпайтын еді. Сондықтан и тем более бұл жерде кроссовкамен немесе аяғымен теуіп тұрған жоқ, аяғына жаңағыдай су жүзетіндердің несін киіп алған, сондықтан өте қиын деп ойлаймын. Енді алдыда әлі Шолпан және бізде Диас екеуі дәл осы бірінші сайыстың жалғастыратын болады. Енді қалай, кім басым түсетін секілді бұл ойында? Кім шапшаң болатын секілді? Негізінен Гүлвира да, Шолпан да екеуі де пысық қыз, екеуі бір-бірінен асып түседі десем де болады. Сондықтан мне кажется, бұл жерде кім жылдам, кім шапшаң, сол адам жеңетін сияқты. Бірақ екеуіне қарасаң, жаңағы екеуінің де деңгейлері бір, айту өте қиындау кішкене. Сондықтан бұл жерде бағы жанған адам жеңеді деп ойлаймын. Басы дәлдік қалай болады, дәлдікке кім жақын, сол адамдікі көбірек ұпай сандары жоғары болатын сияқты. Бұл жерде ойдың дәлдігі емес, физический дәлдік керек болып тұр ғой. Әрине. Енді аяқтың түзулігі де әсер ете ме, қалай ойлайсыз? Сол олай да ойлаймын енді. Бәлкім, сондықтан енді бұл да бір үлкен плюс деп айтуға болатын шығар. Бүгін өзіңіз кімге жанкүйер болып келдіңіз? Бүгін мен Шолпанға да, Гүлвираға да екеуіне жанкүйер болып келдім. Өйткені екеуі де өте сұлу қыз, өте керемет қыздарымыз. Сондықтан бұл жерде менің қалауым бағы жанған адам жеңсін деймін. Жеңіс сол кісінікі. Сондықтан бөліп жарып мынау деп айтқым келмейді. Екеуіне де жанкүйермін бүгін. Енді бұл жерде қатысушылардың алдын ала дайындалу үшін ешқандай бір сендерде мынандай кезеңдер болады деген айтылмады. Дайындалуға ондай бір қатты мүмкіндік те болған жоқ. Бірақ өздері енді спорт жағына жақын жандар бар ғой. Мысалы Әділжан дегендей жеңіске спортқа мықты адам жеңетін секілді ме? Әлде бәлкім Диастың да үміті бола ма? Спортқа кей кезде жақын адамдардың да жеңіліп қалғандарын көріп жатырмыз. Сондықтан бұл жерде шапшаңдық керек деп ойлаймын. Сондықтан Диас шапшаң адамдардың бірі, Әділжан спортқа жақын болған мекен кішкене баяу адам. Сондықтан бұл жерде мен айтам, кім шапшаң, кім жылдам, ой өріс жағынан да, басқа жағынан да сол адам жеңеді. То есть Әділжан жеңіледі деп те айта алмаймын, Диас жеңіледі деп. Екеуі де бір-біріне жаңада мықты, екі мықтыны қойып қойған қыздан да, жігіттен де. Сондықтан бұл жерде айту өте қиындау болып тұр. Енді кім жеңсе де алда тікелей эфирде білетін боламыз. Бастысы дайындықтары болмаса да өздерінше барын салып жатыр қатысушылар. Алда Шолпан мен Диастың өзін қалай көрсететінін тікелей эфирде көретін боласыздар. Арнадан алыстамаңыздар. Ал өзіңіз енді екі қызға емес тіпті жігіттерге де бір қолдау ретінде жылы сөзіңізді айта кетсеңіз болады. Бірақ бізде уақыт болып қалды, бір-екі ауыз сөз. Жеңіс тілеймін, мықты жеңсін.